Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге бар-жоғы 30 минутта дайындалатын, еті толықтай пісіп шығатын көкөністер мен тауық еті қосылған өте дәмді подлив пен күрішті бірге әзірлейтін боламыз. Күрішіміз біздің шашырап шығады, әдемі болып өте дәмді болады. Қалай жасалуын толықтай видеоның соңына дейін бірге қарасаңыздар болады, және каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі табамызға сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Алдын ала етімізді осылай кубиктап турап алып, қызып тұрған майға салып қуыратын боламыз. Ең маңыздысы осы сәтте тауықтың етін жақсылап қуыратын боламыз. Алғашында осылай суы шығады. Сол суы тартылғанша бір 5-10 минут шамасында жақсылап қуырып алатын боламыз. Етіміз қуырылып, суы тартылып болды ау деген кезде үстіне пиязымызды дәл солай кубиктап салып қуыратын боламыз. Пияз бен етімізді жақсылап тағы да қуырамыз. Татымына қарай тұзымызды және қара бұрышты салып жақсылап осылай қуыратын боламыз. Қуырылып бастаған кезде осылай томат пастасын саламыз. Және суы, майы тартылғанша жақсылап қуырылатын боламыз. Ең маңыздысы осы сәтте жақсылап қуырылуы. Осылай қызарып қуырғаннан кейін үстіне 1-2 кесе суымызды құйып, бетін жауып тұратындай етіп, жақсылап суымызды құйып аламыз. Және жақсылап араластырып, бетін жауып 15-20 минут шамасында бұқтырып аламыз. 20 минутта біздің етіміз пісуге жақын қалады, және осылай бетін ашып қалдырамыз. Қараңыздар, суы кішкене тартылып, мөлдір түске еніп, осылай әдем болған. Енді осындай түрлі түсті жемістерді саламыз. Менде мексиканский деген осындай мұздатылған жемістер ішінде барлығы бар. Енді үстіне кішкене суы тартылса, тағы суымызды құямыз. Көп емес, осы уақытта бір 5-10 минутқа немесе 5-7 минутқа бетін жауып, тағы да бұқтырып алатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Қараңыздар, біздің етіміз пісті, уже өте дәмді. Бетін жауып бұқтырып қойсақ болғаны, біздің тамағымыз өте дәмді болып пісіп шығады. Ал енді оған гарнир дайындайтын боламыз. Мен күріштен жасайтын боламын. Күрішімізді осылай суымызды алдын ала құйып аламыз. Күрішті пісіру үшін мен 2 кесе күрішке 4 кесе суымды құйып, татымына қарай тұзымды салып, суымды осылай қайнатып аламын. Су қайнағаннан кейін үстіне 2-3 ас қасықтай сұйық майымды құйып жіберемін. Барлығын араластырып, және күрішімді алдын ала жуып тазалап алып, күрішімді салып алатын боламын. Жақсылап тағы да араластыратын боламыз. Енді осылай қайнай бастаған кезде бетін жаппаймыз. Дәл осы күйінде бұрқылдатып тұрып, су тартылғанша қайнататын боламыз. Қазаннан алыс кетіп қалмаймыз, себебі су тартылғанда қасында болуымыз қажет. Осылай су тартылғанша қайнатамыз. Міне осылай су тартылғаннан кейін жақсылап, қаттылап араластырып жібереміз. Оттың астын бәсейтіп, орташа отта бұқтыратын боламыз. Қараңыздар, біздің күрішіміз бірақ әлі піскен жоқ, пісуге жақын, ешқандай түбі жабыспайды. Кішкене осылай жақсылап тағы да араластырып жіберіп, бетін жақсылап нығыздап осылай жасап аламыз. Және тағы да бір 5 минутқа оттың астын өшіріп, осы өзінің буында бұқтырып алатын боламыз. Қараңыздар достар, осылай күрішімізді пісіреміз. Ешқандай құпия сыры жоқ. Дәл осылай мен өзім үнемі жасаймын. Шашырап біздің күрішіміз әдемі шығады. Қалауларыңыз бойынша кукуруза, горох қосып, ұсынып жіберсеңіздер де болады. Мен осылай жай пелайға салып сәнди салдым. Подливымызды осылай кез келген гарнирмен ұсына берсек болады. Бұл тағам бар-жоғы 30 минутта дайын болады. Өте дәмді әрі сочный болып шығады. Біздің отбасымызға ұнады. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және WhatsApp желісінде өздеріңіздің достарыңызбен бөлісе отырсаңыздар да болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.